Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қазақ елі. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгін бір пайдалы видео. Көбісінің үйінде осындай паяльник бар шығар. Паяльник орысша, қазақша дәнекерлеу үтігі деп аталады. Бұл қолданып бұл іске аспай қалды, яғни басына, ұшына, күйдіргішіне қалай жауыспайды. Осы жағдайда біз не істейміз? Ең әуелгі жағдайда бұның басымызды тазартып алуымыз керек. Ол үшін бізге мынандай абразива дейді. Басқаша айтқанда кір жуатын сияқты сетка ғой. Осындай керек. Осыған паяльниктің басын алып бүйтіп ұшын тығып алып тазартып отырамыз. Яғни артық қалайлар түсіру үшін. Осында көрген шығарсыңдар осындай. Өйстіп бірнеше мәрте салып алып басын тазартып аламыз. Ерінбей. Ілініп қалып жатыр. Одан кейін барып мынандай не аламыз? Сүрткіш, кір жуғыш. Сулап дымқыл күйде, соны дымқылға сүртіп аламыз. Одан кейін тағы бір процесс бар. Мынандай наждак, мұздақ дейді, көне қазақша тілде. Ақырындап бүйтіп тегістейміз. Кеттік. Бір қолмен айналдырып тұрамыз. Көрме, неге шығып жатыр күйіктері. Мына бізде басы никель болу керек. Бұрында мыс болатын еді, қазір мыс қолданбайды. Сатқан кезде осындай никель түрін сатады. Әбден жақсылап тазартып аламыз, жылтырласа. Көрме, жұмсақ сондай, арнай сондай наждак жіңішке жақсы тазартады. Қайтып, дымқыл сүрткішпен сүртіп жібереміз. Тазарған сияқты әдемі болып. Осымен жарар, сүртіп жібереміз, суылтырақпен. Ендігі істейтін әдісін істейміз. Былай қоя тұрайық, бізге қышқыл керек. Яғни арнайы қышқылдар болады. Осындай, яғни паяльник сататын жерлерде осындай қышқылдар да сатылады. Мынау паяльная кислота дейді. Дәнекерлеу қышқылы. Осындай болмаса мынандай қышқыл болады. Ортофосфорлы қышқыл дейді. Ортофосфорлы қышқыл. Ортофосфорная кислота. Арнайы осы қалайлау үшін шығарылған қышқылдар. Мынаны қайтып көрсетейін. Мынандай болады. Қолданса да болады. Сұйық флюс. Мынадай канифоль. Біз не істейміз? Қазір паяльникті тоқтатамыз. Сәл қызып келе жатқанда қышқылды ашып алайық. Қышқылға бір малып аламыз.
яғни қызып бастады. Сол кезде бір мал болу керек. Немесе арнайы бізде пипетка бар, мындай пипеткамен аламыз да бүйтіп. Тамшылап жібереміз. Яғни қыздыратын уақытымыз жұмыс істеу температурасына дейін қыздырамыз. Қызған сайын түтіндеп иіс шығып жатыр. Әбден қызыңқырайды. Қыздырамыз, қызсын. Міне барынша қызғандай оған сияқты. Енді андай міне қалай аламыз, осымен ақырындап қалай алаймыз. Міне балқытқан былай жабыстырамыз. Айналдырып тұрып, әдемі жабыстырып жатыр. Қалай аланып жатыр. Енді бұны не істейміз? Тағы да бір мәрте қышқыл жағамыз. Берік болу үшін. Артық күйгілерін алып жібереміз. Әдемі болып жатыр. Сәл кептіреміз, қызыңқырасын. Және тағы да бір мәрте қалай алаймыз. Осылай 2-3 рет қайталаймыз. Яғни қалайлау. Мына қалайлаудың ең оңай әдісі ғой. Бұлай әркім әртүрлі қиындық жолдарын көрсетті. Бүйту керек, сөйту керек жоқ. Ең оңай жол осы. Бисмилля, қайда. Өзі артқа түсетпейді. Артын қырыққа жүрсе болады. Енді қалайын балқытып көреміз. Қалайын балқыды. Далаға ет қолды. Микросхемалар бар. Оларды балқытып көрейік. Балқыдан ажыратып жібердік. Мына жерде ордағы толы мысалы. Ыңғайсыз болып тұр. Жалпы міне паяльниктің басын қалай илау керек екені
түсінікті болған секілді. Яғни мұнай жолы балқыту